Сәлеметсіздер ме? Бүгінгі тақырыбымыз Шыңғыс хан империясы және оның мұрагерлері. 13 ғасырда саяси жағдай тек ұлы далада ғана емес, сондай-ақ бүкіл Еуразияда толығымен өзгерді. Ол моңғол басқыншылығы мен Шыңғыс хан империясының пайда болуына байланысты еді. Моңғолдар түркілерге туыстас халық. Олар бірінші мыңжылдықтың ортасында ұлы даланың шығысында көшіп қонып жүріп, ұйғыр қағандығы құлағаннан кейін Моңғолия аумағына қоныс аударды. Сол тұста онда татарлар тайпасы өмір сүрді. Бұл этноним моңғолдарға ғана берілді. Моңғол тайпалары Қытай дереккөздерінде көбінесе татарлар немесе моңғол татарлар деп те атады. Русьте моңғолдарды татарлар деп атады. Ескі еуропалық карталарда Орталық Азияны Татария немесе Тартария деп атаған екен. Шыңғыс хан есім емес, моңғолдың ұлы ханның атағы. Оның шын есімі Темучин. Ол 1155 жылы немесе 1162 жылы Қият тайпасындағы Ақсүйек батыр Есугейдің отбасында дүниеге келген. Есугей Темучин 10 жасқа жеткенде татарлармен болған шайқаста қаза тапқан. Жас кезінде Темучин қорлықты көп көріп, жәбірленуді және мұқтаждықты басынан өткізген. Бірақ ержүректілігі мен ақылының арқасында өзінің айналасындағы жауынгерлер жасағын жинап, көрнекті батырға айналды. Әскер басы ретінде оның теңдесі жоқ болды. 12 ғасырдың соңына қарай ол көп әскер жинақтады. Әрбір сәтті жорықтан кейін Темучиннің даңқы өсе түсті. 1203 жылы Темучин керейттерді, кейін наймандар мен меркіттерді бағындырды. 1206 жылға қарай ол барлық моңғол тайпаларын өз қол астына біріктірді. Шыңғыс хан тарихтағы жеке тұлға рөлінің жарқын мысалы болып табылады. Өзінің ерекше қасиеттерінің арқасында ол дүниежүзілік тарихтағы аса ірі империяны құрды. Оның бойында жауынгерлерге тән қасиеттермен қоса алғыр ой, қайтпас жігер, ұстамдылық сияқты қолбасшыларға, ұйымдастырушыларға, мемлекеттік қайраткерлерге тән қасиеттер болды. Моңғол тайпаларын біріктірген Шыңғыс хан даланың түркілік көшпелілері мен отырықшы халықтарды бағындыруды мақсат етті. Шыңғыс хан империясы көшпелілер ақсүйектерінің белсенді қатысуымен құрылды. Ақсүйектер үшін жаңа жер мен әскери олжа түсетін соғыс аса маңызды қажеттілік болды. Көшпелі ақсүйектер Шыңғыс ханды жаулап алу соғыстарын жалғастырған жағдайда қолдау көрсететін болды. 1215 жылға қарай моңғолдар солтүстік Қытайдағы Цин мемлекетін жаулап алды. 1224 жылға қарай Шыңғыс хан өз билігін бүкіл Азияға таратты. Шыңғыс хан Қазақстан мен Орта Азияға жорықты Жетісу арқылы жүргізбекші болды. Өз басының жауы болған Найманның ханы күшлік ханды талқандап, бай қалаларды бар Жетісуды өзіне қарату үшін оған Жебен-Оян бастаған әскер жіберді. Жетісуды Шыңғыс хан көп қарсылықсыз басып алды. Оны бағындырғаннан кейін Шыңғыс хан Мауреннахрға, сол кезде Орта Азияны билеп отырған Хорезм мемлекетіне қарсы жол ашылды. 150 мың адамдық қол Орта Азияны бағындыруға аттанды. Моңғолдар отырарға таяп келген кезде, моңғолдардың басшысы Шағатай мен Өгедей бастаған бірнеше түменді қаланы қоршау үшін қалдырып, әскерлердің Жошы бастаған басқа тағы бір шоғыры Сыр бойымен төмен бағыттады. Үшінші шоғырға Сырдарияның жоғарғы ағысы бойындағы қалаларды бағындыру міндеті жүктелді. 1219 жылы күзінде Шыңғыс хан зор армияны Жетісу арқылы Мауреннахрға аттандырды. Оңтүстік Қазақстан халқы қатты қарсылық көрсетті. Мысалы, отырар 6 ай бойы қарсыласты. Алайда әскер басшыларының бірі Қараджа түн ішінде қақпаны ашып жіберіп, моңғолдар өтіп кетті. Әскер осы қақпа арқылы қалаға кіріп,
оны талқандады, сөйтіп отырар қамалын жермен жексен етті. Сөйтіп отырар қамалын күйреткен Шағатай мен Өгедей бастаған әскер Шыңғыс ханға қосылды. Бұл кезде Шыңғыс хан Бұқара мен Самарқанд арасындағы жолда болатын. Сығанақ қаласы да ашынастай ерлікпен қорғанды. 1220 жылы моңғолдар жеңіп алды. Сыр бойындағы қалаларды жеңгеннен кейін Шыңғыс хан әскерлері Орта Азия ішіне кірді. Халық ерлікпен қорғанды. Бұқар, Самарқанд, Үргеніш үлкен қарсылықпен алынды. 1219-1221 жылдары Шыңғыс хан әскері Орта Азияны ойрандады. 1221 жылы көктемнен бастап соғыс Ауғанстан және Солтүстік Үндістан мемлекеттерінің жеріне ауысты. Шыңғыс хан үлкен империя құрып, оны 4 ұлысқа бөлді. Батыс ұлыс үлкен ұлы Жошыға берілді. Моңғолиядағы шығыс ұлыс кіші ұлы Төлеге берілді. Олардың арасында Шағатай мен Өгедей ұлыстары орналасты. Қазақстан аумағы 3 ұлыстың құрамына кірді. Солтүстік, батыс және орталық Қазақстан Жошы ұлысына, оңтүстік және оңтүстік шығыс Қазақстан Шағатай ұлысына, шығыс Қазақстан Өгедей ұлысына тиесілі болды. Сырдария бойындағы қалалардың көп бөлігі Шағатайлардың билігіне қарады. 13-14 ғасырларда Қазақстан аумағы Моңғол империясы ұлыстарының құрамына, ал ол ыдырағаннан кейін тәуелсіз түрік-моңғол мемлекетінің құрамына кірді. Болашақ Қазақстанның үлкен бөлігі Жошы ұлысы Алтын Орданың құрамдас бөлігі болды. 14 ғасырдың басына оның шығыс бөлігі оқшаулана бастады. Қазақстанның оңтүстік бөлігі Шағатай ұлысының құрамына кірді. Ұлыстардың мемлекеттік құрылысы моңғолдық үлестік жүйенің белгілерін сақтады.